біз сендерді қолдаушыларымыз деп. Просто мен ортаға келген сайын, болмаса біз ортаға шыққан сайын, мен бірең сараң мен айтпаймын, бізді қолдаңдар, біз жұппыз, ойбай біз күштіміз деп айтпаймын, бірақ бейтарапты ғана қолданып, тек қана негатив айта берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені біз де пендеміз. Мен мысалға мына жаққа келе жатқан кезде, менде уже мынандай ой болады. Қазір бізде бір-екі адам қолдайды, қалғандар бәрі негатив айтады, и менде защитный реакция ғана тұрады, болды. Сол үшін ғана мене кейде көбінесе ашу мен агрессия оянып кетеді. Болды, басқа дымда жоқ. Атақ мен сендердің ешқайсысын жек көрмеймін. Сендермен отырған кездерінде оған барлықтарын сыйлаймын, құрметтеймін. Бауыржан мырза, жаңағы мен бәрінен биікпін деген сөз, ол қандай нәрсе? Ол, во-первых, защитная реакция. Во-вторых, әр адам өзі бәрін биік қою керек, өзін басқалардан. Ол қыздар да біледі. Айгүлден мысалы сұрасаң, Айгүл, сен үшін кім биік десең, Айгүл тұрып, Ақерке менен биік, бойызың ғой деп айтпайды. Айгүл де айтады, мен биікпін дейді. Потому что әр адамға өзі ғана биік болады. Мен сондай мағынада айттым. Мен айтқан жоқпын. Мен биікпін, мен өзіншемін, маған сөйлемеңдер деген жоқпын. Мен просто айттым, қалай Айгүл ол нәрсеге лайық болды, мен де солай лайық болдым. Ішімнен мен үшін өзімді өзім өте биік қоям деген мағынада айттым. Бірақ мен тәкаппар адам емеспін, Сәддәулет. Сен прекрасно білесің. Мен ешкіммен қатты жақын да араласпаймын, қатты алыс та араласпаймын. Мен всегда сондаймын. Бұл корона бар кезде де сондай. Мен дұрыстап тыңдашы. Біз, мысалы, мен қалай Ханзада болдым, сен қалай мисс болдың, иә? Мысалға, екеуміз прекрасно бір-бірімізді түсіну керекпіз. Потому что біздің хейтіміз бір дейді, андай, мынау алу керек еді, мынау алу керек. Ешкімді тыңдама. Просто мен халықтың сөзін вообще жоққа шығармаймын. Ол бар шығар. Ол әр адамның өзінің таңдауы дегенмен, бірақ факт, финал қалай болды? Сенде ма жеңіс? Жеңіс сенде. Ит үреді, керуен жүре береді. Қалғандарына вообще назар аудармасаң да болды. Бекзат айтып жатыр, мысалға, сен Ханзадалық кезде андай демей, я Бекзат, сенікі орынды шығар, просто менің бұл жолым болып кетті десең жарасар ма деймін да. Просто андай, сен өзіңнің, оның планкасы басқа, сенің планкың басқа, мен бұл жерде Бекзат түсіріп тұрған жоқпын. Просто болды, Бауыржан мырза. Ойлау қабілеттері әртүрлі. Иә. Мисс басталмай тұрып та бәрі Ақерке кім мисс болуға лайықты деген кезде Ақеркені айтып жүрді ғой. Ақеркені Айнұрды айтты. Айгүлді де айтқан шығар, бірақ көп адам айтқан жоқ қой. Өнерде, мысалы, өзін таныстырған кезде Ақеркенің көрінісі бір патолог болды ғой, осы жерде ең көп ұпайды алды ғой. Сол кезде мына Айнұр Айгүл аянышты өзінің өмірін көрсетіп кетті, халық аяп Айнұрдың тарабына кішкене өтіп кеткен сияқты. Айгүл ма? Айгүлдің тарабына кішкене өтіп кеткен сияқты көрінді да негізінде. Бірақ енді Ақеркеге айтам, дұрыс ит үреді, керуен көшеді. Басыңда корона, басыңда ғой, ол сен мисс кезде, сен Ханзада кезде андай болдың деп атылудың қажет жоқ. Сен болды, сен біздің миссімізсің, болды, ары қарай ешкімге атылудың қажет жоқ. Нұржан, жалпы Бауыржан мырза былай айтқым келіп тұр да, просто жаңа Сәддәулеттің жеткізгісі келген андай нәрседе, просто Ақеркені түсініп тұрмын, негатив, ашумен жаңа бүйтіп айтып қойды да, менің өнерім әлдеқайда жақсы, мен биікпін деген сияқты ше. Ақерке қарапайым болшы дегім келеді саған ше. Для себя дедім. Для себя. Сен де өзің үшін ең биік адамсың Аида. Бізде жарнама сөз Аида сізде, иә? Бұлай ғой, Ақерке, жаңа мен сен түсініп отырмын да, жақсы түсініп отырмын. Сен агрессиямен қазір маған да бүйтіп қатты айтып отырсың да, мен саған просто айтқым келген мынандай нәрседе, сен мен биікпін, менікі мықты деген сөздеріңмен, сен одан сайын мына жақта провокацияға беріліп, халыққа одан сайын жаман көрінбей қойшы деп айтқым келіп отқан сөз болатын. Сен просто қатты өзіңе қабылдап қалып отырсың да. Просто мен түсінбей отқаным бір нәрсе, Бауыржан мырза, мына жақта даже қыздар ұрысып отқан жоқ та. Мисс үшінші, неге Ақерке мисс болды, неге корона деген сияқты, мен лайық дедім ғой деген қыздардың арасында ондай әңгіме жоқ. Бірақ енді ұлдардан шығып отқана таңғалып отырық та. Бізде тоқта Әлішер мен айтып болған жоқпын. Жалпы мен де миссқа қатыстым ғой өзім. Бірақ та мен шыны керек Айгүл үшін балет еттім да. Айгүл осы нәрсеге достойны болушы еді деген сияқты. Бірақ Ақерке алғанда мен қатты қуандым. Мен ешқандай андай мен алуым керек еді ғой деген менде көреалмаушылық болған жоқ. Шынымен де қатты қуандым да ол нәрсеге. Сол сияқты әркімнің өзінің фавориттері бар. Әркім басқасын қолдай береді да. Бірақ та бәрі мисқа лайықты. Жаңағы сіздің сөзіңізде мен де айтқым келіп тұр. Қыздардың бәрі осы тәжге лайықты деген нәрсе ғой. Және де мен мынандай бір нәрсе Сержан мырзаға қарай айтқым келіп тұр. Жалпы осы Ақеркеге келіп жатқан негативтердің ішінде де бір сөздер, бір ұзынқұлақтардан келген әңгімелер болып жатыр да. Жалпы Сержан сыртта бір журилармен сөйлесіп тұр екен, әмпи-жампи болып әңгімелер келді деген сияқты. Осы бір Ақерке жаққа да сондай әңгіме, соның арқасында осы Ақерке тәжді алып отыр деген әңгімелер келіп жатыр да. Мен білем, оның бәрі Ақеркеге тиіп отыр. Сол жаққа сіздің жауабыңыз қандай, Сержан?
сен де сомнение ұстап жатқан сияқтысың ғой, Айдар. Мен жалпы ұзын құлақтардан келген Сенбесең әңгімені ондайларға. сізден жалпы халық Шынайы естісін деп жатырмын. Шынайы жобада ондай жюрилер отырады деп ойламаймын. Бұл жерге анау-мынау жюрилер келмейді. Бұл жерге справедливость қана жасайтын жюрилер келеді. Жаңа сен сөзінде айтып жатсың, мен де көріп қалдым. Енді мен мына жерде реквизиттар тасып жүрдім, мис басталғалы енді кішкене жұмыстарымды шектетіп, Ақеркеге де айтқан болатынмын, сен капризің болсын, ренжіп қалған кезден болсын, мен үндемеймін, бәріне қазір нетеміз, бірақ сенің фокусың бәрі мисте болу керек, сен ұтуың керексің, сен мис болуың керексің дедім. Кіріп шығып жүрген кезде менде де волнение болды, оны тек қана сендер көрген жоқсыңдар. Сендердің каждыйларың келіп айтып кеттіңдер, мә кәдімгідей уайымдап жүрсің ғой деп. Оны осы жерде жұмыс істейтін, мейк жасайтын, шаш жасайтын кісілерде, қыздарда бәрі не көрін сонша уайымдап деген сияқты болды. Сол моменттерде кіріп шығып жүрген кезде, мен шығып қалған кезде сыртта тұр екен. Бірақ әңгімелесіп, жақындап, бірдеңке айту деген әңгіме болған жоқ. Просто бір жерде бір моментте тұрып қалдық болды. Я, оны білем, мен оны өз көзіммен де көрдім. Ұзын құлақтар бұндай нәрсені жеткізсе, олар араға ірткі салуды да ойлап тұрады. Я, сол жағын мен сізден шындығыңызды білейін деген ғой, халыққа жалпы қандай ат бересіз деген сияқты болды. Мен ондай сомнение ұстау ондайым жоқ. Мен өз көзіммен көрген нәрсені айттым болды деген сияқты. Демек, әділ қазылардың алқаларына ешкімге жақындап, ешкімге айтып, ондай сөз болған жоқ. Танымаймын ол жерде жақындайтындай. Кім танимын мен? Бауыржанымыз айтып кетсе бола ма? Жоқ, бір минут, Айда айтып жатыр ғой, жаңағыдай, мынаяқта қыздар сөйлеп жатқан жоқ, ұлдар сөйлеп жатыр деген сияқты қылып ше. Онда былай келсек, мистің әңгімесінде ұлдар шығып кетсін де, қыздар өздерін талқылап отырыңдар. Жоқ, просто болмайды. Өйткені ханзадалық кезде де талқылау болды. Қыздардың тарапынан да айтылған әңгіме болды. Просто ондай үйтіп, типа сен қатын сияқтысың дегенге келтіріп керек емес негізінде де. 100% Алишер айтып жатқан сөзіңізге қосыламын. Ол айтылады. Өш жерде болғаннан кейін айтылады. Ол пікірін айтты. Жауабын естіді. Ол айтылу керек те. Бұлар да көрген нәрсесімен, естіген нәрсесімен бөліседі. Просто мен бір-ақ нәрсе айта салайын, сендер ұмытпаңдар. Бәріміз қатысушымыз, қыз еркекті бөлінбейді, пікір айтыла ма, ой айтыла ма, айтылады. Мен баға Нұржан айтқанында қалып кеттім да, типа Айгүл нажал алған сияқты халықтың даусын деген сияқты қылып. Мен саған айтайын, бауырым, Айгүлдің өмірін саған бермесін. Қараша, басыңа бермесін, өйткені өзінің өмірін өзің таныстырып берді. Былай айтқанда бастан өтіп кеткен нәрсесін солай жеткізді, болды. Түсінікті. Былай істейікші? Айгүл, сізді тыңдайыншы. Иә, жалпы мына жақта бағана Нұржан да айтып кетіп жатыр ғой. Енді былай ғой, біздің тағдырымыз сондай болса, мен енді ол жүректен шыққан көрініс болды. Енді ол жерде бүкіл өзім өмірбаянымды көрсетіп кеттім. Енді ол жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетті деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден мен ол жерде өзімді бір күліп ойнап, болмаса қалай айтсам, басқа біреудің өмірін ойнап шыға алмайтын едім. Мен сонда өзімді қалай таныстыруым керек? Я, мен Айгүл керемет өмір сүргем, негізінде ажырасқан мен онда тұрған дым жоқ деген сияқты әдемі алып шығуым керек пе еді? Мен соны түсінбеймін да. Нұржан, сен соны түсіндіре кетші. Мен сонда қалай көрсетуім керек еді таныстыруымды? Сен ойынша. Сен былай өзіңді таныстырғанда да ажырасқаныңды айтып кеттің ғой. Бірақ өнерде де айттың ғой сен өзіңнің ажырасқанын. Не керек, бір айтып қойдың ғой сен, болды ғой. Халық біледі ғой оны. Иә, былай ғой, енді өнерде, ол жерде просто ортаға шығып, билей салсам, ән салсам, ойладым бір. Просто кішкене қарай қазір түнді айтыр, ән айтып, өлең айтасам, сразу билей салсам, бір қалай айтсам болады. Енді ол өнерге келген әділ қазы алқалар, олар басқа адамдар. Олар білмейді, мысалы, мені танымайды. Басына бір таныстырып өтіп, артынан сразу жаңағындай шоу сияқты өзім солай көрсеткім келді. Мен қалай ойладым? Киноның да бірінші бөлімі, екінші бөлімі болады. Ол өнер соның жалғасы болды. Дұрыс, мен қалай ойладым? Сен өзіңді таныстыруда аянышты көріністі көрсеттің, халыққа өтіп кетті. Сен өнерде де мен осымен өтіп кетем деп ойлап солай көрсеткен сияқты болдың. Бұл менің ойым. Ол Нұржанның ойы, түсінікті. Айгүл, болып жатқан ситуацияға пікіріңіз? Иә, ал болып жатқан ситуация жалпы енді мына жақта как будто Ақерке екеуміз ғана айтып жатыр. Негізі барлық қыздар енді көрдік қой, бәрін енді өнері де таныстыруы да бірінен бірі озып өтті. Себебі есімде осы жерге мынау бірінші болып выступать етіп шыққаннан кейін, отырғаннан кейін ойланып отыратын. Мә, қалай болады екен, бәрі бірінен бірі өтіп жатыр. Балдар қалай болады деп ең соңында қоятын ұпайлар санында ойланып қорқып отырған кездерім болды. Шыны керек, себебі қалай айтсам болады, бәріміздің разницамыз особо бір көп емес. Біреу чересчур көтеріліп, біреу болмаса қатты төмен емес деген сияқты ғой. Шағын ғана сондай 3-4 ұпайдан болды арамыз. Иә, 2 ұпайдан сондай болды. Енді қалай айтсам болады? Енді шкала меха жаңағы не шықты, оны бәріміз көрдік. Таблица. Иә, таблица басынан бастап, сол осы бір мисс басталған кезден бастап, мен өзімді негіз дайындаған болатын. Мисс болсам да, болмасам да, Құдай өзі маңдайыма жазғаны, не бұйырып тұр, соны көрем деген ғана ой болды. Менде болды, солай қабылдадым болды. Ал негізі Ақеркенің жеңісіне мисс болғанына ешқандай қарсылығыңыз бар ма, жоқ па?
жоқ, әрине қарсылығым жоқ, себебі осы жерде Ақерке мисс болды деген кездің өзінде мен құттықтап кеткен болатым сол жерде. Сол кезде бірінші сөзіңіз саламатсыз ба, мені қолдаған жандарға рахмет, екінші Ақерке мисс болған құтты болсын деген сөз болды, шатаспасам. Ақерке айттым, бірінші, қайырлы күн дедім де, бірден бетін сүйіп құттықтаған болатын болды. Түсінікті. Достар, Айбат. Негізі мен айтып кетейін, көрерменге алтын сырға іліп, құлақтарына құлақ қағып кетейік. Негізі жаңа бізде Ханзада болады, одан кейін мисс қосылайық болады. Осыдан кейін ажиотаж, анархия болмау үшін мына диванный геройларға, кейбір айтып қойын, ренжісе де маған жай жеткізіңіз. жай жеткізейін. Өтініш, осындай ажиотаж болмау үшін, осындай хайвай болмау үшін, біз қосылайық бағдарламасы шынайы бағдарлама болғаннан кейін, біз сараптаманы QR арқылы жүргіземіз. Өтініш, біз комментарий арқылы есептемегенбіз ешқашан. Сондықтан да көрермендер, көріп тұрсаңыздар, келесіде мисс болса, немесе Ханзада болса, ұялы телефондарыңызды алып, өтініш дауыс беріңіздер. Комментарий жазғанмен ешкім жеңбейді. Тек қана QR арқылы дауыс беріп қана жеңеді. Нүктесін қойған сияқтымыз, бәрі түсінікті болған сияқты, әркімнің өзіндік ойлары бар, әркімнің өзінің, қалай айтсам, шындығы бар дегендей, бәрі түсінікті. Ең бастысы қыздарымыз тату, мисс анықталды. Нұрай, не дейсіз? Енді осы теманы жауап басқа сұрақ қойын дегем ғой. Жапсаңызшы онда. Бұл жабылды ғой. Болды. Жабылды. Енді басқа сұрақ қойын дегенім, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, ата-ана мамасымен танысты ма деген сұрақты. Осы сұрақ жайлы мен қызық болып тұрды маған мистен қарағанда. Енді ана кезде 8 наурыз күні Ақеркенің мамасы келді осы жерге. Енді мамасы өте күшті жайдарлы кісі екен. Сұрай кетейін дедім, енді Сержан ағаның сол кезде тарапынан гүл беру болды, мамасына қарай. Берген болатын. Енді сол кезде мамасының эмоциясы қаттандай. Енді сол жерде Арунаның да апасы келді, Нұртас аға да гүл берген кезде Арунаның апасына кәдімгі қуаныш сезімімен кәдімгідей алды. Ал Ақеркенің мамасында, енді осы жерге дейін тыңдап жүрік қой, Ақеркенің мамасы сәл қарсылығы бар деген Сержан ағаға. Сол моментте де сол қарсылығын әлі жібермеген секілді да мамасы. Сондай эмоциямен алды да, сол сұрайын дегенем сол нәрсені. Толық айтыңыз, қысқаша емес. Қысқаша айта салайыншы, Толық айтыңызшы. Жоқ, қазірше қысқаша айтқым келіп тұр. Жоқ, толық. Ол нәрсеге міндетті түрде келеміз. Қазір ешқандай бір жаманшылық бірдеңке бар деп айта алмаймын. Просто мен қазір толығымен бүкіл нәрсені асықпай жеткізгім келіп тұр сендерге. Қазір асығып ештеңке айтқым келіп тұр. Қақа асықсыз? Қақа асығып тұрсыз? Жоқ, қазіргі деймін. Пока что айта алмаймын деп тұр. Қалай айтсам болады? Демек, кішкене жақсы жаңалықтар шүкір бар. Паш еткізгім келіп тұрмын. Әбден бәрі жақсы болған кезде мен сендерге әдемі түрде. Бірақ бізде Ақеркен бір жақсы жер, ештеңе жасырмайды, Ақерке. Мен ба? Ештеңе жасырмайды Ақеркен, бір жақсы жер. Негізі бізде кішкене аузы ашықтау Сержан. Миссіз нақ-нақ тік айту керексіз. Сөйтіп алдайсыздар ма? Қалай бар, солай айтып отырмын. Жоқ, Бауыржан мырза, негізі айтып жатыр ғой, енді гүлді қабылдаған кезде кішкене не қабағын түйіп қалды деген сияқты. Негізі мен өзім мамама ұқсаймын. Біз өзі сондай адамдармыз. Бізде андай удивление, қуаныш, ол нәрсенің барлығын қатты көрсете алмайтын адамдармыз да бір мамамен. Бірақ мамам енді қазір бүйтіп үш түгейлі жоқ, бұл адам болмайды деген нәрсені айтып жатқан жоқ. Сол жаңалық қана бар менің тарапымнан. Бұйырғаны деген. Енді мен мамамның жақсы көретіні, өзімнің де жақсы көретін сөзіміз бар, бұйырғаны деген. Сол сөзбен өмір сүреміз, сол сөзбен осы нәрселердің барлығы болып жатыр. Жаңа да бір артық айтып, енді мені түсінесіздер деп ойлаймын, себебі халық жағынан келіп жатқан, сіз де айтып қалдыңыз ғой, сенің бір-екі сөзің дұрыс емес деп. Мен оны толыққанды қабылдаймын. Себебі мен енді қаршадай қызбын ғой, былайынша айтқанда. И маған болады ғой, алдыңғы жолмен айтқан кезде, бұл тәжді таққаннан бөлек бұның ауырлығы да бар, бұның ауырлығын да арқалап жүру керек, жауапкершілігі де бар деп. Ол жауапкершілік менің аузымнан ол сөз болып шыққан кезде мен осы нәрсені меңзеген болатынмын. Мен де енді өзім кішкене андай мінезім енді қиындау қызбын ғой жалпы. Сондықтан бір кішкене ұлдардың тарапынан сондай әңгімелер кеткен кезде ашуланып айтып жібергенім шығар, бірақ Бекзат та, Әлшер де осы ортада сыйласып, амандасып, бірге тамақ жеп жүрген балалар ғой. Жалпы ол өздерінің ойлары, өздерінің қолдаған адамдары болды. Ол нәрсеге байланысты бір енді екеуіңнің жекелеріңе тиіп кететін нәрсе айтқан болсам мен кешірім сұраймын. Ондай бір ойым болған жоқ негізі.
жалпы мен қазір кешірім сұраймын. Ақерке қыз басымен иіліп тұрып артып кетсем деп тұр жігіттер. Міне мисс. Шынымен де мисс десең. Ара. Жоқ, мен енді былай ғой, мен артық әңгіме айттым деп ойламаймын. Мен сен лайық емессің деген жоқ. Мен үйтіп айтқаннан сен коронаны шешіп Айгүлге бермейсің, дұрыс па? Просто андай көкейде қалып кеткен сұрақтарды қойғым келді. Жауап алдыңыз. Ол да дұрыс. Жеткізіп қалдым да, не айтсам. Иә. Мен де сенен кешірім сұраймын. Атак лайықсың. Иә, мен біртүрлі болып қалдым ғой. Біртүрлі болып қалдым кәдімгідей. Шынымен де миссің ғой сен нағыз бірақ. Жоқ, шынымен де просто ішіндегі ойымды ғана айттым мен де Айшыр сияқты. Просто бағана сен айтып кеттің ғой, кішкене қатты айтқаннан кейін мен просто өз-өзіме шығып кеттім. Если что, кешірім сұраймын мен. Бауыржан мырза. Бір-біріңізге ренжімедіңіздер. Негізі- Ақерке. айтып жіберейін до конца. Кішкене ғана айт өзі. Ақерке бастады, иә? Екі ақ сөйлемеді, Ақерке бастады. Бауыржан мырза, негізі расымен де жаңа сіз айтып жатқан кезде ғана мен есіме түсті да ол нәрсе. Шынымен де бұл екеуінің в принципе ешқандай нәрсеге кінәсі жоқ. Бұл халықтың атынан келіп жатқан әңгімелер ғой жалпы. Сондықтан мен бір екеуі менің жаңағы халыққа деген бір кейбір бөлігіне деген ренішімнің опасын жеп қалмасын деп айтып жатқан түрім ғой. Енді кешірімді атак. Барлық нәрсе Алланың менің маңдайыма жазғандай болды. Өз еңбегім, өз күшім, Сержанның, ата-анамның күндіз-түні тілеген дұғасы, бауырларымның дұғасы, сол нәрселермен осылай болу жазмыш енді. Сондықтан осы менің әңгімем. Сержан, яғни сіздің анаңызбен жүздесіп қалыңыз қалай деп амандасты ма? Амандасты. Ол қалай болды? 8 март күні осы жерге гүл алып нетті ғой.